Сәлеметсіздер ме? Шымкент қаласы физика-математикалық бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектептері оқушылары Азаматұлы өсиет Жақсылыкова Томирис. Тақырыбы аспан денелерін зерттейтін телескоптардың түрлерін және ерекшеліктерін зерттеу. Зертханалық жұмыстың өзектілігі. Аспан денелерінің қыр-сырын білу үшін астрономиялық бақылаулар жүргізуге қатысты телескоптарды салыстыру және зерделеу жолымен дәлелдеп зерттеу. Зерттеу жұмысының мақсаты – телескоптардың түрлерін және оларды зерттеу жұмыстарында қолдану, әдіс-тәсілдерін оқып үйрену, телескоптар көмегімен жүргізумен астрономиялық зерттеу нәтижелеріне теориялық тұрғыдан талдаулар жүргізіп, қорытындылар жасау. Егер де мен болашақта астроном болсам, онда мен таныстарым телескоппен бізге аспанды көрсетші деп өтініш жасауы әбден мүмкін. Мен мұндай жағдайда өзімді ыңғайсыз сезініп кететін шығармын. Әрине, ғаламшардың тұңғиығын зерттеу, өзге де аспан денелерінің құрылысы заңын зерттеу әрине қызықты. Бір сөзбен айтқанда, астрономияда болып жатқан құбылыстармен шұғылдану өте қызық деп ойлаймын. Кішігірім тарихта Стоунхендж – әлемдегі ең бірінші телескоптардың бірі. Телескоп мұнарасы өткен және қазіргі заман обсерваторияларында қолданылады. Ғаламшарлар мен жұлдыздардың ультракүлгін сәулелерін зерттейтін орбиталық телескоптар. Қазіргі уақытта интерферометриялық әдіске өтуде, бақылаулар жүргізгенде оптикалық астрономияда және жетілді түрде дамыды. Орион телескопы – космостағы телескоптардың бірі. С2-68 спектрометрі – аспан объектілерінің ультракүлгін спектрлерін қабылдау үшін. Коперник атындағы ОАЭС обсерваторияларының ең басты аспабы, орбитаға осы уақытқа дейінгі шығарылған үлкендерінің бірі. Глазар-2 – қазіргі заманда қолданылатын телескоптардың бірі. H8-ті телескоп жаңа үлгідегі камералармен және спектрографтармен жабдықталған. Ашот жобасы – Бюракан астрофизикалық обсерваториясы және СКБ аспандағы шолуға арналған телескоптардың келесі буыны. Біз сіздерге жаңа технологияны ұсынып тұрмыз. Бұл телескопта мембраналық линза қолданылады. Мембраналық линзаның басқа линзалардан айырмашылығы ол үлкен алыстықта орналасқан заттарды, жұлдыздарды жақсы көреді және үлкен скоростьта қимылдай алады. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл телескоптың алдында антенна бар. Ол жерде орналасқан адамдармен бірге хабарласуға арналған және бұның ішіндегі пространство бір комнатамен бірдей. Сол үшін аяқта адамдар тұрып жүре алады. Оның ішінде бір кнопка бар. Бұл кнопканы басса, мембраналық линза складываться етіп, сол спутниктің ішіне кіре алады. Біздің шығармашылық жұмысымызға және де Қазақстан еліміздің болашағына үлкен пайдасы тигізеді деген оймен жаңа жоба құрастыруды ұйғардық. Бұл жоба жоғарыда айтып кеткен интерферометрлерге ұқсас болып келеді, бірақ құндылығы мен дәлдігі жағынан менің жаңа жобам интерферометрден әлдеқайда жоғары болады деген ойдамыз. Қазіргі заманғы ғылым мен техниканың барлық жетістіктеріне қарамастан, дәл қазіргі жер орбитасында орналасқан ғарыштық телескоптар Галилейден бері өзгеріссіз қалған ауыр шыны линзалар мен басқа оптикалық элементтерді қолдануға негізделген. Бірақ Пентагонның перспективалық зерттеу бағдарламаларын басқарудың жаңа жобасының арқасында жақын арада орбитада жұқа және жеңіл материалдан жасалынған мембраналық оптиканы қолданылатын жиналмалы телескоптар пайда болады. Кәдімгі линзалар мен айналардан айырмашылығы мембрана жарықты шағылыстырмайды немесе сындырмайды. Оның орнына ол пластикалық бетке ойылған микроскопиялық концентрлік ойықтардың көмегімен Френель линзасы сияқты сәулелерді шығарады. Бұл ойықтардың ені бірнеше жүзден 4 микрометрге дейін өзгереді. Мұндай тәсіл ғарышқа жіберілетін жабдықтардың габариттері мен салмағына шектеулерді азайтады және де айналып өтуге мүмкіндік береді. Демек, сипаттамалары қолданыстағы ғарыштық телескоптардың көрсеткіштерінен бірнеше есе асатын телескоптарды ашуға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.